Сәлеметсіздер ме 7-ші сынып оқушылары? Біз сіздермен натурал көрсеткішті дәреже тақырыбы бойынша 1-1 және 1-19 есептер аралығын қарастырамыз. Натурал көрсеткішті дәреже дегеніміз жалпы берілген санның өзіне қанша рет көбейтіліп тұрғанын көрсететін көрсеткіш. Енді бірінші есебімізде көбейтіндіні дәреже түрінде жазыңдар деп тұр, иә? Мұнда берілген сандардың өзіне неше рет көбейтіліп тұрғанын дәреже түрінде жазуымыз керек. Біріншісінде 9-ымыз біз жерде 8 рет өзіне көбейтіліп тұр, демек 9-ның 8 дәрежесі. Екіншісінде 1,2-ның 5 дәрежесі. Үшіншісінде 7-ден 2-ның 3, 4, 5, 6 дәрежесі. Төртіншісінде b-ның 3, 4, 5, 6, 9 дәрежесі болады. Бесіншісінде t қосылған k-ның 4 дәрежесі. Алтыншысында x бөлінген y-дің 9 дәрежесі екен. Екінші есебімізде берілген көбейтіндіні дәреже түрінде жазып, өрнектерді ықшамдандар деген. Енді бұл жерде екі түрлі сан беріліп тұр. Біріншісінде 3. 3 өзіне 3 рет көбейтіліп тұр. Демек, ол 3-тің 3 дәрежесі деген сөз. 11 өзіне 2 рет көбейтіліп тұр. Демек, 11-дің 2 дәрежесі. Екіншісінде 9-дан 4 осы берілген бөлшек өзіне 2 рет көбейтіліп тұр. 13 саны 4 рет көбейтіліп тұр. Дәрежелерін осылай жазамыз. 1,7 3 рет 6-тан 1-дің 3 дәрежесі. Және төртіншісінде -11-де 5-дің 2 дәрежесі көбейтілген 4-дің 5 дәрежесі. Біз көбейтінділерді дәреже түрінде жаздық. Енді өрнекті ықшамдандар деген, өрнекті ықшамдағанда не істейміз? Бұл жерде осы берілген сандардың дәрежесі бойынша мәндерін тауып, яғни көбейтуді орындаймыз. Мысалы 3-тің 3 дәрежесі 27, 3-ті өзіне 3 рет көбейтсек 27, 11-дің 2 дәрежесі 121. Екеуін көбейтетін болсақ 3267. Тура солай қалғандарында калькулятормен есептейміз. Келесі 1-3 есебіміз тура 1-2 есебіміз сияқты. Бұл жерде де дәрежеге келтіреміз және өрнекті ықшамдаймыз. 10-ның 4 дәрежесі көбейту с-ның 3 дәрежесі. Өрнекті ықшамдайтын болсақ, бұл жерде 10.000 с-ның 3 дәрежесі болады. Екінші 0,6-ның квадраты көбейтілген d-ның 5 дәрежесі. 0,6, 0,6 көбейтетін болсақ 0,36 болады. d-ның 5 дәрежесі. Үшінші k-ның 4 дәрежесі, s-дің 5 дәрежесі. Сонда k4, s 5 болады. Төртіншісінде t бөлінген m, оның 3 дәрежесі көбейтілген n-ның 4 дәрежесі. Көбейтетін болсақ t3 n4 бөлінген m3 болады. Бесіншісінде 2 азайтылған b-ның 4 дәрежесі көбейту y-дің 6 дәрежесі. Өрнегіміз ықшамдайтын болсақ, 2 азайту b-ның 4 дәрежесі, y-дің 6 дәрежесі. Келесі есебімізде бұл есепке дейінгілердің барлығын біз дәреже күйінде келтірдік қой. Енді керісінше дәрежені көбейтінді түрінде жазамыз. Бірінші 1-4 есебіміз 23-тің 5 дәрежесі болсын. Бұл жерде 23-іміз негіз болып тұра береді. Бұл дегеніміз 23-ті өзіне 5 рет көбейту деген сөз. Екіншісінде -17-ден 9 6 дәрежесі. Бұл дегеніміз осы 17-ден 9-ды өзіне 6 рет көбейту деген сөз. 6 рет жазып шығамыз. Үшіншісінде 7,3-дің 4 дәрежесі. Бұда да тура солай 7,3-ді өзіне 4 рет көбейту түрінде жазамыз. Төртіншісінде 0,1 минусы 7 дәреже. Осы -0,1-ді өзіне көбейтіп 7 рет жазып шығамыз.
1-де 5-ші есебіміз тура 1-де 4-ші есеп сияқты. Берілген дәрежелерді көбейтінді түрінде жазамыз. 3-сының 5 дәрежесі. 3-сыны өзіне 5 рет көбейтіп жазып шығамыз. Екіншісінде т азайтылған 14-тен 5, оның 3 дәрежесі. Т азайтылған 14-тен 5 негіз, оны 3 рет көбейтінді түрінде жазамыз. Үшіншісінде 8s қосылған 1-дің 4 дәрежесі. 8s қосылған 1-ді өзіне 4 рет көбейтіп жазып шығамыз. Төртіншісінде 7-ден 2ab 4 дәреже. 7-ден 2ab-ны көбейтінді ретінде 4 рет жазамыз. Бесіншісінде n плюс m-ның 6 дәрежесі. n плюс m-ді 6 рет жазамыз. Және соңғысында 0,9 КС-ті 3 дәреже. Көбейтінді түрінде 3 рет жазамыз. Келесі тапсырмаларымыз бізде есептендер, яғни мәндерін табамыз. 1-де 6-шы есеп, біріншісінде 6-ның 3 дәрежесі. Бұл дегеніміз 6-ны өзіне 3 рет көбейту ғой. 6-ны өзіне 3 рет көбейтетін болсақ 216. Тура сол сияқты 1-де 4-тің 3 дәрежесі 2,1000-нан 744. Үшіншісінде минус 8-дің 4 дәрежесі. Минус 8-ге дәреже жұп болатын болса, минус пен минус плюс болып кетеді, дәрежеден міндетті түрде оң сан шығады. 4096. Егер дәрежеміз біздің тақ болатын болса, мәнімізге минус таңбаны қоятын боламыз. Бұл жерде де жұп дәреже, сол себепті жауап оң сан шығады. Бесіншісінде 0,2 минус 5 дәреже. Енді мына жұп емес тақ қой. Сол себепті 0,2-ның 5 дәрежесінің алдына минус таңбаны қойдық. 1-де 7-ші есебімізде де тура 1-де 6-шы есебіміз сияқты мәндерін есептеп табамыз. Бірінші, 10-ның 4 дәрежесі. 10-ды өзіне 4 рет көбейтсек, 10.000 болады. Екіншісінде минус 0,7-ның 3 дәрежесі. Дәрежеміз тақ болғандықтан таңбамыз минус болады. Оның 3 дәрежесі 0,343. Үшіншісінде минус 4-тен 3. Дәрежеміз жұп болғандықтан мәніміз оң таңбамен шығады. Төртіншісінде 1,5-тен 4-тің 3 дәрежесі. Бұл жерде аралас санды бұрыс бөлшекке айналдырамыз. Бұрыс бөлшекке айналдыру үшін бөлімдегі тұрған мәнді бүтінге көбейтіп, алымдағы мәнге қосамыз. Келесі 1-де 8-ші есебімізде де дәл солай. Біріншісінде минус 2,8-ның 3 дәрежесі. Таңбамыз тақ болғандықтан минус болып шығады. 21,952. Екіншісінде 2,2-ден 1-дің 5 дәрежесі. Аралас санды бұрыс бөлшекке айналдырамыз, көбейтеміз, қосамыз. Сонда 2-ден 5-тің 5 дәрежесі. 2-ның 5 дәрежесі 32, 5-тің 5 дәрежесі 3125. Үшіншісінде 7-ның 4 дәрежесі. 7-ні өзіне 4 рет көбейтсек 2401. Төртіншісінде 1,1-дің 3 дәрежесі. Бұл дегеніміз 1,1-ді өзіне 3 рет көбейтеміз. Сонда мәніміз 1,331. Және соңғысында минус 5-тен 3-дің 5 дәрежесі. 5-тің 5 дәрежесі 3125 және 243. 1-де 9-шы есебімізде амалдарды орындаңдар деген. Біріншісінде 5-тің квадраты азайту 200. 5-тің квадраты бізде 25. 25-тен 200-ді азайтатын болсақ, минус таңбамен 175 шығады. Екіншісінде 13 азайтылған 3-тің 3 дәрежесі.
3-тің 3 дәрежесі 27-ге тең. 13-тен 27-ні азайтатын болсақ, минус 14. Үшіншісінде 20 қосылған 2-нің 6 дәрежесі. 2-нің 6 дәрежесі 64-ге тең. Қоссақ 84. Төртіншісінде 2-нің 4 дәрежесі азайтылған 3-тің квадраты. 2-нің 4 дәрежесі 16, одан 9 азайтамыз, мәні 7-ге тең болады. Келесі 1-де 10-шы есебіміз. Біріншісінде 2-ден 1-дің 5 дәрежесі қосылған 32-ден 29. Бұл жерде 2-нің 5 дәрежесі 32-ге тең болады. 1-дің қанша дәрежесі болса да 1-ге тең болады. Қосылған 32 29. Екеуіне ортақ бөлім 32. 1-ге қосамыз 29. 30 бөлінген 32. Екеуін қысқартамыз. 16-тан 15 болады. Екіншісінде минус 3-тен 1-дің кубы қосылған 27-ден 22. 3-тің 3 дәрежесі 27-ге тең, таңба сақталады. Қосылған 27-ден 22. Ортақ бөлім екеуіне де бір мән, яғни 27, себебі бөлімдері бірдей. Енді бұл жерде минус 1 қосылған 22 болады. 22-ден 1-ді азайтып тастаймыз, сонда 21 қалады. Екеуін қысқартып 9-дан 7 аламыз. Үшіншісінде 5-тен 2-нің квадраты қосылған 25-тен 11. 5-тің квадраты 25, 2-нің квадраты 4. 25 пен 11. Ортақ бөлім 25, 4 пен 11 қосылып 15 болады. Екеуін 5-ке қысқартсақ 5-тен 3. Төртіншісінде 1,2-нің квадраты қосылған 2,100-ден 6. 1,2-нің квадраты 1,100-ден 44 қосылған 2,100-ден 6, мәні 3,5 болады. Бесіншісінде 0,4-тің 4 дәрежесі азайтылған 1. Бұл жерде 0,4-тің 4 дәрежесі 0,10,256, одан 1-ді азайтсақ, минус 0,9744 болады. Алтыншысында 20 азайту 1,4-тің квадраты, 1,4-тің квадраты 1,196. 20-дан азайтсақ 18,104. Келесі бізде 1-де 11-ші есеп. Біріншісінде 3-тің 5 дәрежесі азайту 2-нің 6 дәрежесі бөлінген 40. 3-тің 5 дәрежесі 243. Азайту 2-нің 6 дәрежесі бізде 64-ке тең болады. Оны 40-қа бөлеміз. 243-тен азайтамыз. 64 пен 40-ты бөлетін болсақ 1,6 болады. Оны азайтатын болсақ 241,4. Екіншісінде 4-тің 4 дәрежесі бөлінген 1000, азайту 0,3. 4-тің 4 дәрежесі 256, оны бөлеміз 1000-ға, азайтамыз 0,3-ті. 256-ны 1000-ға бөлетін болсақ 0,10,000-нан 256 болады. Одан 0,3-ті азайтатын болсақ, бізде болады 0,10,000-нан 2744. Мына жерде минус таңбамен болады. Неліктен өйткені 0,13, 0,10,000-нан 256-тан үлкен. 7-нің квадраты көбейту 2-нің кубы қосылған 608. 7-нің квадраты бізде 49, оған көбейтеміз 2-нің кубы 8-ді. Қосамыз 608. 49-ға 8-ді көбейтіп, оған 608-ді қосатын болсақ 1000 шығады. Төртіншісінде 8-дің квадраты көбейту 3-тің кубы азайту 728. 8-дің квадраты 64, оған көбейтеміз 3-тің кубы 27. Азайтамыз 728-ді. Бізде мәніміз болады 1000-ға тең. Келесі 1-де 12-ші есебімізде көбейтіндіні дәреже арқылы жазып, өрнектерді ықшамдандар дейді. Біріншісінде мынау беріліп тұрған неше рет көбейтінді екенін айтып тұр. Берілген санымыз бізде 15, негіз болады. Ол 15 рет көбейтіліп тұр, ал А 22 рет көбейтіліп тұр деген сөз. Екіншісінде 2,8 10 дәрежесі, яғни 10 рет көбейтіліп тұр. С 37 рет көбейтіліп тұр. Демек 37 дәреже. Үшіншісінде 19-дан 10-ның 18 дәрежесі, Y-дің 11 дәрежесі. Төртіншісінде минус 7-ның 27 дәрежесі, көбейтілген Z-дің 40 дәрежесі. Бесіншісінде 24-дің 20 дәрежесі, көбейтілген X қосылған 3-дің 43 дәрежесі.
Соңғысында d бөлінген 4-тің 19 дәрежесі көбейту t-ның 50 дәрежесі. Келесі 1/13 есебімізде өрнекті ықшамдандар дейді. Біріншісінде бұл дәрежеге келтіріп аламыз. X-ның 4 дәрежесі қосылған b-ның 5 дәрежесі. Екіншісінде Y-дің 3 дәрежесі, S-дің 5 дәрежесі. Үшіншісінде 5a-ның 4 дәрежесі азайту 1 бөлінген n-ның кубы. Төртіншісінде a бөлінген 5-дің 4 дәрежесі қосылған z-дің квадраты. 1/14 есебімізде амалдарды орындау. Біріншісінде 10-ның кубы бізде болады 1000-ға тең. Азайтамыз. 5-дің квадраты 25, 10 бөлеміз 8-ге, қосамыз. 2-ның 5 дәрежесі 32, 3-тің 5 дәрежесі 243. Оған көбейтеміз 81. Енді бұл жердегі 81 менен 243-імізді қысқартып жіберсек болады. Сонда бізде 3-тен 32 деген мән қалады. Енді бұл жерде ортақ бөлімге келтіреміз. Ортақ бөлімге келтіргенде бірінші мән менен екінші мәнді келтіріп аламыз. Біріншісінен 7975 бөлінген 8 шығады. Оған қосамыз 3-тен 32-ні. Екеуіне ортақ бөлім 24, 3-ге 8-ден 8-ге 3-тен береміз. 23325 қосылған 2256. Сонда 1007,24-тен 13 деген жауап қалады. Екіншісінде 2,43 көбейту 3-тен 1-дің кубы 27-тен 1, қосылған 6-ның квадраты 36, көбейту 2-ның 5 дәрежесі 32, азайту 28. 2,43 дегеніміз ол 243-ті 100-ге бөлу деген сөз. Және бұл жердегі 243-іміз бенен 27-іміз қысқарып кетеді. Яғни 27-ге бөл жүреміз екеуінде. Сонда 100-ден 9 деген мән қалады. Оған қосамыз. 32-ден 28-ді азайтатын болсақ 4, 4-ке 36-ны көбейтеміз 144. 100-ден 9 дегеніміз 0,100-ден 9 қосылған 144, бізде жауап болады 144,100-ден 9 деген. Келесі, үшіншісінде 9-ның кубы, ол дегеніміз 729, азайту 15-тің квадраты 225, бөлінген 16, қосылған 3-тің кубы 27, 4-тің кубы 64, бөлінген 27, 32. Бұл жерде 729 өзі тұра береді. 225-ті 16-ға бөлеміз, қосамыз. Енді мына жерде бөлуді көбейтуге айналдырамыз. Көбейтуге айналдырғанда екінші бөлшегіміздің алымен бөлім орын ауысып түседі, қысқарып кетеді. Сонда 729 азайту 16-тан 225 қосылған бізде болады мән 2-ден 1. 64 пен 32-ні қысқарт жерсек 2-ден 1 қалады ғой. Сол үшін 2-ден 1 қалды. Енді 729-дан азайтамыз. Мұндағы 225 бөлінген 10-ды біз бұрыш бөлшек қой, соны аралас санға айналдырамыз. Ол дегеніміз 14,16-дан 1 болады. Сонда 728,16-дан 16 деп майдалап аламызды. 14,16-дан 1-ді азайтамыз. Не үшін бұл жерде 729-ды майдаладық? Себеп бөлшектің бөлімін бірдеге келтіруіміз керек. Сонда 714,16-дан 15 қосылған 2-ден 1. Енді бұл жерде ортақ бөлім береміз. 8, яғни ортақ бөлім 16 болады. 15-ке 8-ді қосамыз. Сонда 714,16-дан 23. Бұл дегеніміз
Бұл дегеніміз 715,16-дан 7. Келесі төртінші есебімізде 7-нің квадраты, яғни 49, азайту 51, одан шыққан санның кубы, көбейтілген 9-дан 5, қосылған 3,6 бөлінген 9-дың квадраты. 49-дан 51-ді азайтатын болсақ, бізде минус 2 деген сан шығады. Оның кубы, көбейту 9-дан 5, қосу 36 бөлінген 10, бөлу 81. Енді минус 2-нің кубы минус 8. Көбейтеміз 9-дан 5-ке. Қосамыз 36-дан бөлінген 10 және көбейтуге айналған кезде алдымен бөлім ауысып түседі және қысқарады. Сонда бізде минус 40 бөлінген 9 қосылған 5-тен 45-тен 2. Ортақ бөлім береміз. 200 қосылған 2 бөлінген 45. 200-ден 2-ні азайтатын болсақ 198 минус таңбамен бөлінген 45. Енді 198-дің ішінде 45-тен нешеу бар? Минус 4,4 деген жауап шығады. Келесі 1/15 есебімізде берілген теңдеулерімізді шешіп, осы жердегі x-тің мәнінің 25%-ын табуымыз керек. Біріншісінде 2-ден 1-дің 4 дәрежесі 16-тан 1. Көбейтілген 4-тің кубы 64, көбейтілген 3-тің 4 дәрежесі 81. Қысқартып жібереміз. 64 пен 16-ға қысқарып кетеді, 4 деген мән қалады. Оған 81-ді көбейтсек 324 деген сан шығады. Енді осы 324-тің 25%-ын табу үшін не істейміз? Алдымен 25%-ды бөлшекке айналдырып аламыз, иә? Ол дегеніміз 25-ті 100-ге бөлеміз деген сөз. Одан 4-тен 1 шығады. Енді пайызын табуымыз үшін берілген санды бөлшекке көбейтеміз. Сонда 324 4-тен 1-ге көбейтетін болсақ 81 шығады. Берілген санның 25%-ы 81-ге тең екен. Екіншісінде 3-тің кубы 27, 2-нің 4 дәрежесі 16, 6-дан 1-дің квадраты 36-тан 1. Ал мәні 12-ге тең болады. Енді бұл жерде екінші шығару жолын көрсетейін. 3-тің 3 дәрежесі, 2-нің 4 дәрежесі өз қала береді, 6-ны 3-тің квадраты, 2-нің квадраты деп алсақ болады. Сонда 3 дәрежемен 4 дәрежемен және астында бөлімдегі квадраттар кетеді, 3 көбейту 4, 12 деген оңай жолмен шығаруымызға болады екен. 12-ні 4-тен 1-ге көбейтсек, яғни 25%-ы 3-ге тең. Үшіншісінде 36-тан 25 квадраттарымыз көбейтілген 24, және 25-тен 16, 25-теріміз қысқарып кетеді. 36 менен 24-ті 3-ке бөлеміз, сонда 12 мен 8 болады. 12 менен 16-ны 4-ке қысқарып жіберсек 3-тен 4 қалады. Сонда 3-тен 32 деген жауап шықты. 3-тен 32-ні 4-тен 1-ге көбейтетін болсақ, 8 бөлінген 3, яғни біздің 25%-ымыз екен. Және соңғысында 81-ден 16, көбейту 27, көбейту 16-тан 9. 16-ларымыз қысқарып кетеді. Сонда жауап 3 деген қалады. 3-ті 4-тен 1-ге көбейтсек, 4-тен 3 бізде 25% болады. Келесі есебімізде өрнектің мәнін салыстырыңдар дейді, яғни қайсыларды қайсы кем екенін табуымыз керек. 8-нің кубы азайту 600, бұл жерде болады минус 88. 17-нің квадраты азайту 4-тің 4 дәрежесі, бізде жауап болады 289-дан азайтамыз 256-ны 33. Әрине 33 88 минустан үлкен. Демек, екінші мәніміз үлкен болады. Екіншісінде минус 10-ның 4 дәрежесі қосылған 9-ның 4 дәрежесі бізде 10 мың, яғни жұп болғандықтан таңба плюске айналып кетеді, 10 мың қосылған 9-ның 4 дәрежесі 6561-ге тең болады. 10 мыңнан 6561-ді қосатын болсақ, 16561 сан шығады. Тура сол сияқты екіншісінде минус 15-дің кубы, бұл жерде айдан анық таңбамыз минуспен шығады, иә? Сонда 16561 саны үлкен деген сөз. Үшіншісінде
0,4-тің кубы қосылған 1,6 көбейтіп 1,1. Бұл жерде 0,4-тің кубы 0,16 қосамыз 1,176. Яғни 1,776 деген сан шығады екен. Екіншісінде 3,375-тен азайтамыз 0,10,1375-ті. Сонда 3,2375 сан шығады. Сонда екінші санымыз үлкен болып тұр. Соңғысында 2,2-ның кубы қосылған 0,603 көбейту 2-ның 4 дәрежесі. Минус 2,3-тің кубы 10,168 қосылған 2 көбейтіндіні орындаймыз. Бұл жерде 16 дегеніміз 2-ның 4 дәрежесі. Жалпы жауап 20,296 шығады. Екіншісінде 368 азайту 2-ның кубы көбейту 6-ның 4 дәрежесі. 2-ның кубы 8, 6-ның 4 дәрежесі 1296. Жауабы минус 10.000 болады. Сонда бірінші жауап үлкен. Келесі 1-17 есептерде есептеңдер және нәтижесін дәреже түрінде жазыңдар деген. Негіздері бірдей болса, бұл жаңа тақырып. Жаңа тақырыпқа арналған есептер. Осы бөлімнен кейінгі басталатын жаңа тақырып. Енді бұл жерде негіздері бірдей болған кезде дәрежелеріміз қосыла ма, азайтыла ма, сол бойынша мән. Енді бұл жерде негізгі формуланы жаттап аламыз. Негізгі формуламыз, яғни негіздері бірдей, яғни екеуінің де көбейтіндісі бірдей болған жағдайда арасы көбейту болса, дәрежелеріміз қосылады. Мұнда 2-ден 1 бізде негіз, дәрежелеріміз 4 пен 2 қосылып 6 болады. Және соңғысында минус 3-тен 1-дің 3 дәрежесі және минус 3-тен 1-дің 2 дәрежесі. Бұл дегеніміз минус 3-тен 1 негіз болады да 2 дәреже қосылып 5 шығады. Есептің шарты бойынша есептеңдер деген 2-ның 7 дәрежесі 128-ге тең. 3-тің 5 дәрежесі 243. 2-ден 1-дің 6 дәрежесі бізде 64-тен 1. Және минус 3-тен 1-дің 5 дәрежесі минус 243-тен 1 болады. Келесі 1-18 есебімізде өрнектердің мәндерін салыстыруымыз керек. Біріншісінде 5-тің кубы көбейту 5-тің 4 дәрежесі. Яғни бұл жерде негіздеріміз бірдей ғой, сол себепті дәрежелеріміз қосылады да 5-тің 7 дәрежесі болады. 5-тің 7 дәрежесі 5-тің 12 дәрежесінен кіші. Екіншісінде 2 дәрежеміз қосылып 8-ді береді, яғни 2 дәрежеміз тең 6-тың 8 дәрежесі және 6-тың 8 дәрежесі. Үшіншісінде 2 мен 4 дәрежеміз қосылады 6 болады, ол дегеніміз 8 дәрежеден кіші. Соңғысында 4-тің 4 дәрежесі менен 5 дәрежесі қосылып 9 дәрежені береді, екеуі тең болады. Және ең соңғы есебіміз 1-19-да тура теңдікті табыңдар дейді. Және оларды теріп жазыңдар. Берілген теңдіктеріміз тура ма, тура емес пе, соны дәлелдейміз. Біріншісінде 7-ның квадраты көбейту 7-ның 6 дәрежесі. 2 дәрежеміз негіздер бірдей болғандықтан қосылады. Демек 8 дәреже дұрыс. Екіншісінде минус 6-ның 7 дәрежесі 2 дәрежесі. Ол дегеніміз 7 мен 2 қосылады 9 дәреже болады. Ал 14 дәреже емес. Демек қате. Үшіншісінде 0,5-ның 5 дәрежесі менен 0,5-ның 2 дәрежесі қосылып 7 дәрежені береді. Демек тұжырымымыз дұрыс. Төртіншісінде минус 1,125-ның 3 дәрежесі мен 2 дәрежесі қосылып бізде 5 дәрежені береді. Демек қате. Достар, сабақты уақытылы көріп отыру үшін менің каналыма тіркеліп, колокольчик батырмасын басып қойды ұмытпаймыз.